мысалға алатын болсақ, неге сіз өміріңізде көп ақша тапқан атақты адам бола алдыңыз, ал біреуге 100 000 рубль табудың өзі қиынның қиыны? Себебі үлкен байлық Құдайдан. Орыстар адал жолмен лашықтала алмайсың дейді. Ал исламда сабыр қылып тәуекел еткен адамға Алла ризық несібесін молынан береді дейді. Тәуекел еткенге ғана. Ең қызығы, неге дәл осы екеуі үшін екенін білесің бе? Себебі тәуекел еткен кезде адам Алланы есіне алады. Және қиыншылық кезінде сабыр сақтап Аллаға сенім артады. Осы екі жағдайда ғана пенде Раббысына сенім артады. Бұндай пендесіне Алла игілігін береді. Бұл бір жағынан. Ал енді игілік қалай беріледі? Біріншіден, ол сенің сабыр мен тәуекеліңе байланысты. Тәуекел еттің бе, үміт ет. Үміт етпесең түкте болмайды. Сабыр қылдың ба сен? Аллаға сенбесең, сабырың мәнсіз. Сенімсіз қалауыңа жету мүмкіндігі аз. Ал енді сабыр еттің, тәуекел еттің, сенім арттың, бірақ неге болмай жатыр деуің мүмкін. Бұл санадағы әлем туралы суреттің қалыптасуына байланысты айтқандарыма келіп саяды. Бала санасында қалып қойған әкесінің таңғы 6-да жұмысқа кетіп, кешкі 10-да қарны аш шаршап келгені, анасының әкелерің жұмыстан шаршап келді, тынышталыңдар демалсын, біз үшін еңбектеніп нан тауып жүр ғой деген сурет оған ақша табу қиынның қиыны екен деген ойды қалыптастырады. Ол бала өскенде, мысалы, мен саған келіп, Александр, бір шаруа бар, былай істеп 50-50 қылып бөліп аламыз дегенімде, сен бұл алаяқтық не алдау деп оңай ақша жоқ екенін айтып, оңай әдістерін бәріне көз жұмып, қиын жолды таңдайсың. Одан соң ақша саған ылғи да қиын жолмен келетін болады. Яғни ақша ауыр еңбекпен келеді деп сенсең, ол солай болады. Өз миыңда әлем суретін саласың. Бұл жай ғана миды бағдарламалау емес. Бұл әрекетпен сен оңай келетін ақшаның жолын жабасың. Бір жағынан бұл ақша жайындағы мидағы іргетасқа байланысты шығар. Дегенмен дағдыларға да байланысты болуы мүмкін емес пе? Айырмашылығы қандай? Елестетіп көрейік, сен бір саланың мықты маманысың, бірақ егер ақша табудың оңай жолдарын өзің жаба берсең, мысалы, сенде кәсіби дағдыларыңды пайдалану арқылы табыс табудың 5 әдісі бар десек, сен соның ішіндегі ең қиынын таңдайсың. Бұл тағы да санаңдағы әлем туралы суретіне келіп тіреледі. Өйткені санаңда протестант әдеп бойынша ақша ауыр еңбекпен табылады деген наным бар. Ал енді сол қиын жолмен не бір жалақыға қарап, не мемлекеттік қызметте отырып ақша таптың делік. Айналаңдағы адамдар болса оңай табысқа жетіп жатыр. Сол сәтте сенің санаңда қандай ой туады? Мүмкін мен еш нәрсеге жарамсыз шығармын деген сұрақ пайда болады. Бұнымен сен ешқашан келіспейсің, өйткені есекке ұқсап таңнан кешке дейін адал жұмыс істеп отырмын. Олар болса ұрылар, не алаяқтар, не бір құпия әдістері бар, не болмаса байдың қызына үйленгендер деген тұжырымға келесің. Әйтеуір әр табысқа жеткен адамнан бір кінәрат іздеп отырасың. Өзіңнің олар сияқты бола алмайтыныңның себебін өзіңмен байланыстырмай ешқашан жауабын таба алмайсың. Ол байдың қызына үйленген, мен олай үйленбеймін. Жолыңды жаптың. Не болмаса ол алаяқ, мен әділмін. Ондай болғым келмейді. Өз жолыңды жаптың. Ол суайт, мен суайт болғым келмейді дейсің. Тағы да жолыңды жаптың. Солайша өз қойыртпағыңмен қала бересің. Сіздегі аштықты сақтай отырып жаңа нәрселерден өзіңізді шектемей бақыттырақ адам бола түсу техникасы қандай? Мен білемін деген сөзден өзімді аулақ ұстаймын. Себебі біріншіден, сен мен білемін деу арқылы өз-өзіңді менталды абақтыға қамағандай боласың. Мысалы, бір жолмен жүріп келе жатып, ары қарай қалай жүрді білемін деу арқылы өзіңді тығырыққа тірейсің. Біліп тұрсаң, ары қарай жүрудің қажеті қанша? Сондықтан да менің әрдайым айтатыным өмір сұрақтардың жағында. Және өміріміздің бір ғана жауабы бар. Ол өлім. Яғни өлім, ол жауаптар. Сұрақтар болса өмір болып табылады. Қарапайым сенің маған келіп, мына жерде қалай әрекет етсем болады деп сұрауыңа мен дайын жауап беремін. Жауап алған соң бұл бағытта басқа жолды іздеуді доғарасың. Себебі сен дайын жауап алдың. Бұдан не сабақ алдың? Жарайды, бір жағдайыңның жауабын алдың, бірақ кейін дәл соған ұқсас басқа бір жағдай орын алып, марғұлан жаныңда болмай қалса ше. Бұрынғы жауап жарамсыз, жаңа жағдайға жауап жоқ, себебі сен алғашқы сұрағың арқылы дайын жауаппен жолды жауып тастағансың. Сондықтан да мен білемін деу өлім. Сұрақтар бұл өмір. Әрдайым сұраумен жүру керек. Мен білемін деген сайын сенің көкірегіңдегі менталды түрме өсе береді. Сондықтан бәрінен сұрай беру керек. Исламда мынадай жақсы ереже бар. Білмейсің бе сұра, біліп аласың. Қарапайым. Сенің көкейіңде сұрақтар болғандықтан да мен жауап беріп отырмын. Екеуара қазір инвесторлар буткампы өтуде. Жақсы инвестордың қасиеті мен білемін деп айтпауы. Бұл өте маңызды. Ақымақ сұрақтар болмайды. Сұрақ қоймайтын ақымақ адамдар ғана болады.
Қандай ғалым не оқымысты болмасын, егер ол сұрақ қоя алмаса, ол ақымақ болғаны. Сондықтан ақымақ сұрақтар болмайды, сұрақ қоя беру керек. Бұл өмірде нені біліп, не білмейтініңді кім білсін? Білетініміз бір тоғыз. Сұрақ қоюға өз-өзіңе рұқсат ету үшін ойлау жүйенің ауқымы қандай болу керек? Басымызда не болу керек? Ойларымыз қандай масштабта болу керек? Мысалы, мен өзіме миллиард қалай табуға болады, миллиардтар әкелетін бизнес қалай ашсам екен деген сияқты сұрақтар қоямын. Дәл қазір мұның мүмкін екеніне шынымды айтсам, тіпті сенбеймін де, кішкене төменірек деңгейді ойлау керек пе деп қоямын. Ал сізде тек жоғары деңгейге деген ұмтылыс байқалады. Өзіңізге қандай сұрақ қоясыз? Бұлай ойлай алудың құпиясы қандай? Адамдардың байлардан көретін сиқырының сырымен бөліссеңіз. Ақша маған үстемдік емес. Бұл айтып өткен күш жайлы. Істің нәтижесінен көпті күтпеу. Егер мен ақшаның қызметіне тұтыну қызметі деп қарасам, мүмкін онда ақшаға байланар едім. Олар менің көзімді байлап, санамды жаулар еді. Былайша айтқанда азғындырар еді. Бірақ ақша мен үшін тұтыну қызметін атқармайды, ол құрал ғана. Қалауыма жетуге көмектесетін құрал. Ал менің ең басты қалауым еркіндік. Еркіндік менің құндылықтарымның бірі. Әділдікті қалаймын. Ол да менің құндылықтарымның бірі. Өзімнің не айтқым келсе соны, дұрыс деп санағанымды айта алуды қалаймын. Өмір сүргім келген жерде тұруды қалаймын, сондай сияқты заттар. Ал ақша өмірімді өзгертуге көмектесетін мүмкіндік. Ақшамен қарым-қатынасым осындай. Қомақты ақша қалай жұмсасам, солай орны толысып жатады. Ақшаның көлемі менде ешқандай психологиялық қорқыныш, комплекс туғызбайды. Сондай-ақ ақша тым артық бағаланатын зат екенін түсінемін. Әр ақшасы бар адамға оның бойына жат қасиеттерді де меншіктеп қоямыз. Ал мен олардың қандай адам екенін жақсы білемін. Қазақстанның олигархтары тек Қазақстан емес, ресейлік олигархтарды да жеке танимын. Олардың керемет адами қасиеттерін білемін. Бірақ оларды жақыннан тануға кеңес бермеймін. Мен көптеген керемет талантты актер, әртіс, әншілерді білемін. Шынымды айтсам, білмей-ақ қойған дұрыс еді деп ойлаймын. Түсінесіз бе, біз адамда жоқ қасиеттерді сыртынан таңып қоямыз. Сондықтан бұны мен ойын сияқты жеңіл қабылдаймын. Егер менің назарыма тұрарлық дүние көрсем, маған оның бағасы, пайдасы, оған жұмсалатын шығыным маңызды емес. Қаладым ба, жасаймын.